қыздар, мен сіздермен бүгін үйде дайындалатын өте жұмсақ әрі дәмді нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге ыдысымызға жылы сүтімізді және де үстіне ыстықтай суымызды құямыз. Одан соң үстіне аздап қаламызша тұз салып, одан кейін аздап сұйық майымызды қосамыз. Өте қамыр жұмсақ болу үшін сұйық май қолданамын мен. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Одан соң венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Араластырған соң үстіне ұнды және ашытқымызды салып, өте жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды елеп болған соң бетін жауып, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң, менде 2 нан шықты. Сол себеп мен 2-ге бөлдім осы қамырымды. Бөлгеннен кейін тағы да бір 10 минутқа қойып қоямыз, кішкене көтерілгенше нанымызды. Одан соң қамырымызды жайып, үстінен басып, жаңағыдай жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Нәтижесінде осындай духовкада піскен нан дайын болады. Назарларыңызға рахмет. Алда тағы да өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.